Өмірде шектеу жоқ. 8-ші бөлім. Өзгерістерге қарсылық. Ай астындағының бәрі мәңгілік емес. Алайда, қандай да бір жағдай орын алса, жайлы аймақтан шығу үшін қажеттілігі туындаса, бірден үрейленіп, сенімсіздікке бой алдырамыз. Кейде ашуланамыз және ренжиміз. Тіпті адамдар отбасы жайсыз, жұмысы нашар, ортасы берекесіз болса да өзгергісі келмейді. Бойы үйреніп қалған атмосферадан шыққысы келмейді. Жақында Джорджбен таныстым. Ол физиотерапевт, сонымен бірге фитнес жаттықтырушы. Менің белім әлсіз еді, соны қатайтуым керек екенін айттым. Бірақ сапарға жиі шығғандықтан әрі жұмысымның көптігінен жаттығу жасай алмайтын едім. Джордж маған классикалық жауап қайтарды: егер белін өмір бойы жанды қинап өтсін десең, онда жаттықпай-ақ қойсаң да болады. Мұны ол әдейі айтты, ашуыма тию үшін, бәлкім қайрау үшін. Осы сөзіне бола жағынан тартып қалғым да келді. Алайда оның сөзінен дұрыс қорытынды шығармасам, жапа шегетінімді түсіндім. Ник, егер өзгергің келмесе, осылай қала бер, бірақ беліңді өзің ғана емдей аласың, деді. Мен өмір салтын өзгертуге немқұрайлы қарағанның бірімін, бірақ жағдайым тым нашар. Адамдар да өмірін жақсы жаққа өзгертуден бас тартып жатады. Себебі олар алда не боларын білмей қорқақтайды. Тіпті өміріне деген жауапкершілікті де сезінбей қалады. Барак Обаманың жауапкершілік туралы өте жақсы пікірі бар. Ол: біз өзіміз күткен өзгерістерміз дейді. Қараңыз, кейбір адамдар батып кету қаупі төніп тұрса да, толқынның жалына жармасады. Өзгерістерге қарағанда жауапкершіліктен айрықша үрейленетін адамдар бар. Өмірдегі кей жағдайлар жоспарымызды жүзеге асыруға кедергі келтірсе, өзгелерді кінәлап шығамыз. Ата-анамызды, достарымызды, тіпті 3-ші сыныпта бутербродымызды жеп қойған сыныптастарымызды да кінәлауға дайын тұрамыз. Бірақ біреуді кінәлау арқылы мәселе шешілмейді. Өмірдегі қиындықтар мен мәселені шешу амалы жауапкершілік. Менің өмірлік тәжірибем позитив өзгерістердің 5 кезеңнен тұратынын көрсетті. Жауапкершілік — қиындық пен мәселені жеңудің жалғыз амалы. Өзгерістің қажеттігін мойындау. Өкінішке қарай, өзгерістердің болатынын тым баяу мойындаймыз және белшемізден батып кетпесек те, салымыз суға кете береді. Жалқаулық пен қорқыныш әсерінен әрекетсіздікке бой алдырамыз. Жаңа жоспар қажет екенін түпкілікті мойындау үшін кейде адамға бір қорқынышты жағдайды бастан өткізген абзал сияқты. Өзіме өзім қол салмақ болғаным мені сөзсіз үрейлендірді. Ұзақ жылдар бойы бәрі керемет деп топшаладым. Алайда ішім оттай жанып жүреді. Сол оқиғадан кейін, егер тәнімді өзгертуге мүмкіндік болмаса, онда жанымды өзгерте аламын деген ойда болдым. Түптің түбінде өз бақытыма өзім жауапты екенімді түсіндім. Жананы қабылдау. Нет деген досым ата-анасын 40 жылдан бері тұрып келе жатқан баспанасынан қарттар үйіне көшірмек болды. Өйткені әкесінің денсаулығы бірден сыр берді. Оған жақсы күтім қажет еді. Әкесіне қараймын деп жүріп, анасы денсаулығын нашарлатып алды. Сөйте тұра ата-анасы қарттар үйіне барудан бас тартты. Өмір бойы араласып келе жатқан көршілерін қимады, әрі өз үйінде қалғылары келді. Біз үйімізде-ақ бақыттымыз, қарттар үйіне неге барамыз, деді ұлына. Нет 1 жыл бойы әке-шешесін бірнеше квартал әріде орналасқан қарттар үйін бір көруге көндіруге тырысты. Әлбетте, ата-анасы оны қарияларды қинайтын өте қорқынышты орын ретінде елестеткен. Бірақ олай болмай шықты. Өздерінің бұрынғы көп көршілері бар жылы
таза және ыңғайлы үйге тап болды. мұнда өлімге дайындалып жатқан ешкім жоқ екен. Қарттар үйінде емхана бар еді. Ондағы бір қызметкер Неттің анасының жүгін жеңілдету ниетімен әкесіне қарауды өз мойнына алған. Қарттар үйін көріп келгеннен кейін Неттің әке-шешесі көшуге келісті. Екеуі бірауыздан біз мұндай жағдай жасалғанын білмедік деді. Егер сізге қазіргі өмір сүріп жатқан жерден мүлде бейтаныс жаққа қоныс аудару қажеттігі туындаса, онда оның қандай жақсы жағы барын ойлаңыз. Жаңа жерге барыңыз, адамдармен араласыңыз және жұмысыңызды кім істеп жатқанын бақылаңыз. Жаңа орынмен танысу ескімен жедел қоштасуға мүмкіндік береді. Ескіден құтылу бұл көп адам үшін ауыр кезең. Өзіңізді биік шыңға шығып бара жатырмын деп елестетіңіз. Жерден 100 футтай жоғарылап кеттіңіз. Шыңның ортасына жеттіңіз. Сөйтіп бір белесті бағындырдыңыз. Қорқынышты ма? Аяқ астынан жел соғып, дауыл тұруы мүмкін екенін білесіз. Әйтсе де қазір орналасқан құстағы қуыс сіз үшін белгілі бір дәрежеде қауіпсіз, жайлы орта болып тұр. Бар мәселе осыдан кейін не жоғары ұмтылғаныңызға, немесе төмен қарай құлдилайтыныңызға байланысты болмақ. Ол үшін жайлы ортаны дым басқан шыңды қауіпсіз жерді қиып алға ұмтылыңыз. Бұл жерде жаңа белеске шыққыңыз яки өз жолыңызбен жүруіңіз маңызды емес. Ескіден бас тартып жаңа жолды таңдау аса маңызды. Көп адам орта жолға дейін келеді, жаңа жол табады, алайда үрейленіп, шегініп кетеді. Егер осындай жағдайға тап болсаңыз, онда көз алдыңызға ағаш сатыны елестетіңіз. Келесі сатыға көтерілу үшін дайын берік болыңыз. Ештеңеге алаңдамай қадамдап көтеріліңіз, әрі қарай жылжыңыз. Жаңамен табысу бұл да көпшілік үшін тағы күрделі кезең. Мүмкін ескіден құтылып, ендігі жаңа жолға түсіп алғанда боларсыз. Бірақ белгілі бір деңгейге жетіп алмайынша бәрін тастап кету және кейін қайту қаупі сейілмейді. Осы кезеңде өзіңізге сұрақ қойып алғаныңыз жөн. Ал жақсы, осы жерде тұрамын. Енді мұндайда әрине алдымен сабыр керек. Құдайым-ау, мен не істеп жүрмін осы деген күйгелі ойдан құтылып, бұл жақсы оқиға деген секілді позитив аураға ауысыңыз. ақш-қа аяқ басқан алғашқы айларда өзімен күресуге тура келді. Күні-түні жаттым да қойдым. Жаңа ортам жайында ойландым. Мені кемсітіп қорлай ма деген ой басымнан бір шықпады. Алайда біртіндеп үйренісе бастадым. Біріншіден, бұл жақта да жиендерім бар еді, бірақ Австралиядағы туыстарым секілді оларды аса жақсы танымадым. Америкалық жиендерім мен ойлағаннан да керемет болып шықты. Ондағы тау мен жағалау және шөл дала бәрі-бәрі тамаша болды. Ол жаққа барып келу еш қиындық туындырмайтын еді. Калифорния жаман жер емес екен деп ойлана бастағаным сол еді. Ата-анамыз Австралияға қайтамыз деді. Ер жетіп колледж бітірген соң Калифорнияға қайтып оралдым. Сол кезде ол өз үйіме айналды. Дамуды жалғастыру бұл өтпелі кезеңнің ең тамаша тұсы. Сіз бір өзгеріс жасадыңыз. Енді жаңа ортада даму қажеттілігі туындайды. Шын мәнінде адам өзгеріссіз дами алмайды. Дамудың өзі оңай емес. Физикалық және эмоциялық тұрғыдан алғанда қиын. Бұған бизнес жүргізгенімде көз жеткіздім. Бірнеше жыл бұрын компаниямды бір реттеп алып, бірнеше адамды жұмыстан шығаруға тура келді. Туғаннан өте қамқор адам болғандықтан біреуді жұмыстан шығаруды жек көремін және оған шыдай алмаймын. Маған қымбат жандарға жағымсыз хабарды жеткізу де қиын. Тіпті кейде өзімнің жан досыма айналып кеткен қызметкерлерді жұмыстан қуып жатқанымды түсімде көремін. Бірақ компания
мұндай қадамсыз дами алмас еді. Қызметкерлерді жұмыстан босатқанда қуандым деп те айта алмаймын, және әлі күнге оларды сағынамын. Күш алып бара жатқан ауырсыну сіздің билікті бағындыратыныңыздың белгісі. Ол жақта сізге ұнау міндетті емес, алайда бұл келелі келешекке, болашаққа бастайтын жол. Әлемді өзгертіңіз. Дүние жүзінің түпкір-түпкіріне саяхат жасаған кездерде өзгерістің барлық кезеңдерінде жүрген адамдарды көрдім. Әсіресе бұған дейін әңгімеме арқау болған Үндістанға жасаған сапар кезінде ерекше тәнті болдым. Халқының саны жөнінен әлемде екінші орынды иеленетін мемлекеттің астанасы Мумбайға келдім. Үндістанның Араб теңізі жағындағы батыс жағалауда орналасқан елдің мәдени қаржы орталығы, бір кездері ол Бомбей деп те аталған. Бұл қалада асып тасыған байлық пен адам төзгісіз кедейлік екеуі қатар өмір сүреді. Лашықтан шыққан миллионер фильмі есіңізде шығар. Міне осыған ұқсас фильмде ерекше назар аударылған. Фильм әлбетте жақсы түсірілген, алайда ондағы зорлық-зомбылық, қоқыс аумағындағы масқаралық жеңіл ғана суреттелген. Мумбайда тән саудасымен айналысатындар саны 500 000-ға жуықтайды. Жезөкшелердің басым бөлігі Непалдың шағын ауылдарынан, Бангладеш пен Үндістанның ауылдық жерлерінен ұрлап әкелінгендер. Олардың көбісі девадаси, олар индустық құдайларына табынады, жезөкшелікпен пірі айналыстырады. Одан басқа тән саудалайтындар хиджра, яғни белгісіз еркектер. Олар өте лас тұрады және бір түнде ең аз дегенде 4 еркекпен жыныстық қатынасқа түседі. Миллиондаған адам көз жұматын ЖКТБ-ның осылар таратады. Бірде Мумбайдың жеңіл жүріс кварталына бардым. Бұл жерді Торлар көшесі деп те атайды. Онда тұрмысы ауыр, құлдықта жүрген кісілермен сөйлестім. Мені мұнда жазықсыз жандарды сексуалдық құлдықтан құтқарып, жаңа өмір бастауға қол ұшын созатын қайырымдылық қорын құрған Девардаш шақырған еді. Дев ағай жетімдерге, ЖКТБ мен ауыратындарға арнайы үй салған, тегін тамақ беріп, медициналық қызмет көрсетеді, нашақор балаларды құтқарады. ЖКТБ-ны емдейтін емханасы бар. Менің жазбамды тыңдап, Мумбайда өзгеріс агенті бола алады деп ойлаған. Маған жезөкше әйелдерді жаман әдеттен жирендіріп, қайырымдылық қорына келуге көндіру жайында өтініш айтты. Деварадж әрбір әйел асыл тас, әрі қол жетпейтін маржан деді. Деварадж бағдарламасының өте абыройлы екені, сондай бордельдер мен жеңгетайлар оларға Мумбайда насихат жүргізуге кедергі келтірмейді. Бұл таңғаларлық жағдай. Өйткені Деварадж жезөкше әйелдердің бетін дінге бұрып, имани өмірге шақырады. Оның миссионерлік жұмысы бірте-бірте жемісін беріп жатыр. Мұндағы қыздардың көпшілігін 10 мен 13 жас аралығында ұрлап алып келген. Барлығы шағын ауылдарда өскен және өте ұялшақ. Егер қыз олардың ұсынысына көнбесе, лас іспен айналысатындар қыздың ата-анасына қалада ол 50 есе көп ақша табады дейді. Кейбір қыздарды ата-анасынан сатып алған. Бұл кеңінен тараған жағдай. Бейкүнә қыздарды таңдап, оларды Мумбайға аттандырғандар ең арсыз, ең қатыгез зорлықшылар. Одан кейін сол қыздар сутенер қолына түседі. Ал олар қаласын қалмасын сексуалды құлдыққа салады. Біз Мумбайда Деварадж қоры құтқарған бұрын жезөкше болған бірнеше қызбен сөйлестік. Олардың басынан өткен жан түршігерлік оқиғалар Үндістан халқы үшін қалыпты жағдай. Егер бойжеткен жезөкше болудан бас тартса, онда оны ұрып-соғып, зорлап, қараңғы әрі өте лас жертөлеге қамап қояды. Ондай жерде тұрудың өзі мүмкін емес. Райынан қайтып бағынғанша ашықтырған, қинап азаптаған, кем
бордельдерге жіберген, өздерінің 700 ақш долларына сатылғандарын және сол ақша үшін 3 жыл бойы қызмет ететіндерін білген. Бұрынғы сексуалдық тұрғыда құл болған әйелдер бізге 100-ге жуық жыныстық қатынасқа түскенін, түскен сайын $2 қарызы өтеліп отырғанын айтты. Құлдықтағы қыздардың көбі тығырықтан шығар жол жоқ деп ойлаған. Жеңгетайлар отбасын масқаралағандықтан ата-анасы оларды ешқашан қабылдамайтынын айтқан. Жыныстық жолмен таралатын аурулардың жиі зардап шеккен және сақтанбаған. Төсек қатынасынан балалы болып қалған жезөкшелер қаншама, олардың шынымен барар жері басар тауы болмаған. Әйелдер мен қыздардың өмірі қаншалықты азапты болса да, олар өзгерістен қорыққан. Сенімі жоқ жандар, алдымен үмітін, артынша адами болмысын да жоғалтқан. Құлдық пен қорлықтан құтылғысы келгенмен ешқандай қадам жасай алмаған. Психологтар үйдегі зорлыққа ұшырайтын әйелдерден де сондай жағдайларды кездестіреді. Олар қорқыныш пен азапта өмір сүреді, ал қашып құтылайын десе, белгісіздіктен үрейленіп қорқады. Жарқын өмірді армандамақ түгілі көзге елестете де алмайды. Сіз шамасы сексуалды тұрғыда құлдыққа салынған қыздар қорлыққа толы өмірінен бас тартуы тиіс деп отырған шығарсыз. Алайда осы мезетте өз жағдайларыңызды да ойлап көріңізші. Тұзақ дегеніміз тартынудан, көзге нақты жағдайды елестете алмаудан, тәуір нұсқаларды байқай білмеуден туындайды. Өзгеру үшін алдыңызда не күтіп тұрғанын елестетіп көріңіз. Жақсы өмір сүру үшін қабілетіңіз бен Құдайға сеніңіз әрі үміттеніңіз. Үнділік мейірімді жандар қорлыққа түскен әйелдердің амалын тауып, құлдықтан құтылуға қауқарсыз екенін, оның қиын екенін біледі. Себебі оларды азаптап, қорлап, қорқытып тастаған. Кейбір әйелдер махаббат пен жақсы қарым-қатынасқа өзін лайық санамайды. Мен осылай қиналған жандарды мумбай бордельдерді мен жертөлелерде көп кездестірдім. Бірақ сонымен бірге Дев ағай мен оның көмекшілері жасап жатқан қайырымды істерді де көрдім. Олар сексуалды құлдарға және көшеде туған балаларына көп көмек көрсеткен. Миссионерлер мені бірнеше үйге алып барды. Алғашқыда еденнен әрең көтеріліп жатқан ересек әйелмен жолықтым. Ол мадам болатын. Аудармашы арқылы тән саудасының құрбандарымен сөйлесуге мүмкіндік беретінін және олардың жақсы адам болғанын қалайтынын айтты. Мадам бір әйелмен таныстырды. Топшылауымша жасы 40-тан асып қалған. Ол өзін ауылдан 10 жасар кезінде ұрлап кеткенін және еріккеннен тыс жезөкшелікпен айналысқанын айтты. Мен 13 жасымда өз қарызымды өтедім және еркін бола алар едім, деді аудармашы арқылы. Алғаш көшеге шыққанда мені ұрып соқты, сосын зорлады. Осыдан кейін туыстарыма бардым. Олар мені мүлде қабылдамады. Сосын осында қайта оралып, жезөкшелік шаруамды жалғастырдым. 2 балам болды. Біреуі бұл өмірден өтті. 2 күн бұрын өзімнің ЖКТБ екенімді білдім. Жеңгетай мені қуып жіберді. Енді баламды қалай асыраймын? Барар жерім жоқ. Біз әйелдің барар жері бар, тек оны өзі байқамай отыр деп айта аламыз. Кейде өзіміз де тығырықтан шығар жолды білмей қаламыз. Бірақ өзгерістер кез келген уақытта болуы мүмкін екенін ұмытпаған абзал. Тұйықтан шығар жолды шынымен білмесеңіз, көмек сұраңыз. Көз қарасы мықты адамдармен ақылдасыңыз. Досыңызға, туысыңызға, психологқа және қайырымдылық қорының еріктісіне мәселеңізді айтыңыз. Дағдарыстан шығар жол әрқашан табылады. Әлгі әйел небәрі 20 жаста еді. Мен онымен бірге дұға жасадым. Біз оған бордельден кетіп, қайырымдылық қорына баруға және ем қабылдауға ұсыныс жасадық. Оған жақсы өмірге жол сілтегеннен кейін ол өзгергісі келіп қана қойған жоқ, сондай-ақ үлкен сенімге ие болды. Біздің әңгімемізді естіген соң ол Құдай мені неге ЖКТБ-дан жазбай отырғанын түсіндім.
Мен көп әйелге көмектесіп, иман нұрын шашуым керек екен. Менде ештеңе жоқ, бірақ Құдайдың менімен бірге екенін өте жақсы білемін деді. Оның көзінде үміт пен сенім пайда болды. Құдай оны ұмытқан жоқ. Құдайдың әркімге арнайы жоспары бар. Біз осыдан кейін өз қайғы-мұңын қайырымдылыққа ауыстыра білген мүлде өзге әйелді көрдік. Кедейлік, қайғы мен қасірет ортасындағы жан Құдайдың құдіреті мен адам рухының күшін сезінгендей еді. Дев ағай мен оның көмекшілері жезөкшелерді иманға көндіру үшін көп әдіс-тәсіл қолданды. Жаман әдетті тастап, балаларына қамқор болыңдар дейді. Жөнге келген әйелдердің балалары мектепке барып, сапалы білім мен саналы тәрбие алады. Содан соң анасына өз білгенін айтады. Ал аналары жақсы өмірге ұмтылады. Сіз өміріңізді ғажайып нұрға бөлейтін өзгерістерді қабылдай алуды үйреніңіз. Өзіңізді ғана ойламай, өзгерістер агенті атанып, басқа адамдардың да өмірін жақсартуға ат салсыңыз.